Осы ретте заңгер Алмас Жұмағали қолхаттың маңыздылығына ерекше назар аударады және қолхаттың мазмұнына ерекше мән беру керек дейді. Әйтпесе қолхаттың өзі сізге көмектесе алмауы мүмкін. Қолхатта былай жазып береді: мен 12 000 доллар алған қарызымды бір аптаның ішінде қайтарып беремін дейді. Болды. Ана жерде қарыз деген сөз тұрғаннан кейін сіз ешқандай құқық қорғау органына бара алмайсыз. Құқық қорғау органында бару үшін, полицияға бару үшін ол қарыз деп жазылмау керек. Мен жер алып беру үшін алдым, яғни өзім алдадым дегенді өзім мойындап тұр да. Солай болу керек. Ауызша қол алысқан мұндай келісімдердің соңы үлкен дауға ұласатыны айдан анық. Алашағын даулаған адам қандай құзырлы органға барса да, қолында бұлтартпас дәлел болмаса, ештеңе өндіре алмайды. Сол себепті қомақты қарыз берсеңіз, туысыңыздан да қолхат жаздырып алған абзал. Ал ол мұндай тәртіппен жазылу керек. Құжаттың аты, қолхат беруші туралы толық мәлімет, аты жөні, мекен жайы, жеке куәлігінің нөмірі. Қолхат алушы туралы толық мәлімет, аты жөні, мекен жайы, жеке куәлігінің нөмірі. Алған заттың атауы. Егер ақша болса, көлемі санмен де жазбаша да көрсетіледі. Қайтарылатын нақты уақыты, қайтара алмаған жағдайдағы шарты, қолхат жазылған күн, тараптардың қолдары.